емес сүйкімді оқырмандарым, күнделікті ішіп жеп жүрген ас ауқатымыздың бүйрек жұмысына қаншалықты әсер ететінін білесіз бе? Бүйрек бұл адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Егер де бүйрек ауыра бастағанын сезінетін болсаңыз, тамақтануға дұрыс көңіл бөлу керек. Мысалы, кофе ішуді, тұзды тағамдарды, майлы, қуырылған тағамдарды шектеу керек. Ендеше бүйрекке пайдалы тағамдарды тізіп көрейік. Бүйректің жұмысын жақсартуға көмектесетін бірқатар тағамдар бар. Олар тек тазартқыш қасиетке ғана емес, сонымен қатар бүйрек тастарының пайда болуына жол бермейді. Ең алдымен ол пияз, немесе жасыл пияз, бүйрек денсаулығына пайда келеді және маңызды тазартқыш роль атқарады. Бұл әлемдегі ең көп тұтынылатын көкөністердің бірі. Оның пайдасы несеп айдайтын қасиеті бар. Медициналық тамақтану журналының ғылыми зерттеулері бойынша пияздың бүйрек қызметін белсендіруге және ағзадағы сұйықтықты кетіруге көмектесетінін дәлелдеді. Екіншісі бұл сәбіз. Бұл көкөніс көруді жақсарту құралы ретінде белгілі, дегенмен де оның басқа да көптеген қасиеттері бар. Бұл жағдайда оның диуретикалық қасиеті өте маңызды. Алдыңғылар сияқты оның құрамында бүйрек жұмысын жақсартатын судың көп мөлшері бар. Сәбіз зәрдің пайда болуына және өтуіне ықпал етеді. Ол бүйрек тастарының бұзылуына көмектеседі. Ал көкжидек бұл дәмді жеміс қана емес, сонымен қатар уретрияға арналған антисептикалық белсенді ингредиенттері бар өнім. Атап айтқанда, көкжидек инфекциялармен күресу және перифериялық қан айналымын жақсарту үшін өте қолайлы. Сонымен қатар көкжидектің құрамында хинин қышқылы бар. Ол бүйрек тастарының пайда болуына жол бермейді. Бүйрек үшін пайдалы өнімдер әрине жидектер, және олардың саны өте көп. Әсіресе черника, қарақат, таңқурай, итмұрын және мүкжидек болып саналады. Бүйрек үшін жидектер чемпионы өте антиоксиданттарға бай. Ол мүкжидек, ол ақырын ғана уыттар мен патогенді микробтарды жояды. Ал гүлді қырыққабат дәрумендердің қайнар көзі. Дәл осы көкөністің бойындағы антиоксиданттар бүйрек жолдарында пайда болатын аурулардың алдын алып, қатерлі ісікті болдырмайды. Себебі гүлді қырыққабат бүйрек тінінің қабынуына қарсы тұра алатын бірден бір көкөніс. Сонымен қатар гүлді қырыққабаттың құрамы зат алмасу процесін қалыпқа келтіретінін де айта кету керек. Бұл көкөністі шикілей де, қайнатып та, бұқтырып та жеуге болады. Гүлді қырыққабатты тамақтану рационыңызға үнемі қосатын болсаңыз, бүйрек жұмысы жақсарып, онкологиялық аурулардың алдын алған болар едіңіз. Ал қара жидек көздің көргіштігін жақсартып қана қоймай, бүйректен құм мен майда тастарды айдайтын қасиетке ие. Қант диабетімен ауыратын жандардың бүйрек жұмысы да нашарлайды екен. Міне осындайда ғалымдардың айтуынша, қара жидек құрамындағы антиоксиданттар мұндай әсерді болдырмауға ат салысады. Қара жидекті үнемі жейтін жандардың бүйрегіне тас байланбайтын көрінеді. Ал қызыл жүзімнің бойындағы С дәрумені көп мөлшердегі флавоноидтер қабыну процесін төмендетеді. Жүзімнің бұл қасиетін созылмалы аурумен ауыратындар жоғары бағалайды. Өйткені қызыл жүзім бүйрек жұмысына жағымды әсер етеді. Қызыл жүзім бүйрек тіндеріндегі зат алмасу жүйесін жақсартып қана қоймай, гипертоникалық аурулар мен қант диабетіне шалдығудың алдын алады. Аталмыш жемісті балғындай жеген өте пайдалы. Келесі ол зәйтүн майы. Зәйтүн майын бүйрек ауруына шалдыққандарға және семіздікпен ауыратындарға қолдану ұсынылады. Әсіресе иммундық жүйесі бұзылғанда зәйтүн майын қолдану керек. Басқа көкөністер мен жемістер сияқты тәтті болгар бұрышы да пайдалы дәрумендер мен калий элементіне бай. Көкөністе С дәрумені де өте көп. Ғалымдардың зерттеуінше, сүйенер болсақ солардың зерттеуіне, тәтті болгар бұрышының пайдасы әлде қашан дәлелденіп қойған. Бүйрек жолындағы қабынбалы аурулардың туындамауына болгар бұрышының бойындағы осы заттар көмектеседі. Иммунитетті көтеріп, қант диабетінің алдын алады. Бүйрек жұмысына қандай көкөністердің пайдалы екенін білетіндер болгар бұрышында өз тамақтану рационына қосады. Себебі бұл көкөніс бүйректі түрлі патологиялық аурулардан қорғайды. Келесі мүкжидек. Мүкжидектің антисептикалық қасиеті бұрыннан белгілі.
Оның құрамындағы пайдалы заттар несеп айдайтын жолдарындағы шырышты қабықшаларға, бактериялардың жабысуына, орналасуына жол бермейді. Инфекцияға қарсы тұрып, түрлі аурулардың алдын алуға септігін тигізеді. Сол себепті болар мүкжидек шырынын нефрологиялық аурулармен ауыратын науқастарға ішу ұсынылады. Ал қарбыз тіпті елеулі проблемалар шешеді. Бүйректегі тастарды болдырмауға, сондай-ақ ол бүйректі магниймен, басқа да витаминдермен азықтайды, токсиндерді жоюға және ісінуді болдырмауға көмектеседі. Бүйрек үшін асқабақ тұқымының да пайдасы зор. Бүйрек ауруларын болдырмау үшін асқабақтың шырыны мен қабығын жесе жақсы көмек береді. Бүйрек жұмысын жақсартуға арналған осы видеода айтылған жемістер мен көкөністер бүйрек жұмысын жақсартқысы келетін адамдарға ұсынылатын жалғыз ғана тағам емес. Бүйрек жұмысына көмектесетін көптеген тағамдар бар. Олардың ішінде мандарин, лимон, қияр, жаңа спаржа, жасыл бұршақ, саңырауқұлақтар және шампиньондар бар. Алайда сіздің бүйрегіңіздің қандай да бір проблемасы бар болса, дереу маманға жүгінуден тайынбаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Сіздерге көмегі тиеді деген үміттемін. Деніңіз сау болсын ағайын. Достарыңызбен бөлісіңіз. Парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз.